Так, саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Естіліп тұрмын, көрініп тұрмын, бәрі нормально ма? Так, саламатсыз ба? Крашағай, крашағай деген сөздер үшін не осындай кетеді. Жақсымын, рахмет, өздеріңіз қалайсыздар? Қайырлы кеш. Кепка қайда ағай дейді. Бүгін кепкасыз. Скоро будет Jingle Bells. Jingle Bells бір ай бар ғой? Бір ай, 30 күн. Ол дегеніміз 12 сабақ. Қаңтар ұбт. Так, құрметті оқушылар, қаңтар ұбт-дан қорқудың вообще қажеті жоқ, потому что ол просто пробный тест сияқты. Қараңыздар қаңтар ұбт-ға. И оңайлықпен тапсырасыздар, ол қиын емес. Как пробный тест сияқты ғой. Ағай, сіз очаровашкасыз ғой дейді. Ох, мынандай сөздерге қалай мен жүректерімді көрсетпеймін. Пробный 19-дан 20, 20, 19-дан 20, 20-дан 19, рахмет сізге, барлығы келіп жатыр дейді. Өте қуаныштымын пайдам тиіп жатқанына. Мен беріп жатқан сұрақтар міндетті түрде келеді, бірақ, конечно, жазғы опытыда жаңа сұрақтар келуі мүмкін. Мүмкін емес, жаңа сұрақтар келеді, примерно 1-2 жаңа сұрақтар, ешқайда кездеспеген сұрақтар. Олар қазір құрастырылып жатыр, ол сұрақтар. Грант опыты қиын ба дейді. Жоқ, опытының бәрі жеңіл, егер дайындалсаңыздар. Все, давайте бастайық бүгінгі тақырыбымызды. Бүгінгі тақырыбымыз жеңіл тақырып болады. Бұл жерде Ұлы Жібек жолы және діндер деген тақырыпты өтеміз. Осы екі футболка, футболка. Мына жерде комментарийда Шымкент футболкамен жүрміз дегенді көріп қалдым да, екі футболка деп ұрып жіберіппін. Екі тақырыпты бүгін біз өтіп шығамыз. Екі тақырып, в принципе, өте жеңіл болады. Қанша слайд ағай? Ой, точно есімде жоқ қанша слайд екенін. Примерно бір 19-18 слайд шығар. Кеттік, давайте. Ұлы Жібек жолы. Жалпы Ұлы Жібек жолы қалай қалыптасты, қай жерде қалыптасты, не себеппен қалыптасты и қандай маңызды болды бұның. Так, Ұлы Жібек жолының құрылуы, ол жаңағы қазіргі Қытайдағы Хуанхэ деген өзен бар, немесе оны Сары өзен деп айтады, өйткені өте лай өзен, Сырдария сияқты. Ол жаңағы сол Хуанхэ өзенінен басталады и Европаға дейін жеткен екен. Ұзындығы жалпы 7000 шақырымға созылып жатыр. То есть мен мына картаны қарасаңыздар, міне мына жақтан басталды, міне мына жақтан болғанда, мына жақтардан басталады, сөйтіп барады Европаға дейін жеткен екен. Ұзақтығы, ұзындығы 7000 километр, өте көп жерлерді алып жатыр. Енді бұл жол тек қана сауда саттық қана жолы емес, бұл жол мәдени тұрғыдан және ұлтаралық қатынас тұрғысынан өте маңызды жәнегі мәдени орталықтардың бірі деп айтсақ болады. Потому что Ұлы Жібек жолы арқылы тек қана сауда саттық қана жасалған жоқ, бұл жол арқылы дін тарады, мәдениет тарады, тілдер тараған, халықтар көшіп қонып жүрген осы Жібек жолының бойында. Сол себеппен бұл адамзат тарихындағы ең маңызды континент аралық жол болып есептеледі екен. Міне осындай маңызды жол бізде. Так. Енді Жібек жолының атауына келетін болсақ, не себеппен бұл Ұлы Жібек жолы деп аталған екен. Негізгі причинасы
негізгі причинасы, почему ұлы жібек жолы деп аталған. Себебі бұл жәнегі жол батыс пен шығысты бір-бірімен байланыстырып тұрды, иә. Шығыс пен батысты байланыстырған үшін оған ұлы деген атақ берген екен. Ұлы жібек жолы. Ал жібек деген бізден қайдан шықты? Себебі жәнегі ұлы жібек жолы арқылы ең басты тауар тасымалданатын ол Қытайдың жібек матасы. Қытайдың жібек матасы өте маңызды тауарлардың бірі болған. И жібек матасы ол кезінде алтыннан да қымбат болған, және де ақша рөлін атқарған екен. Яғни мемлекеттер бір-бірімен жәнегі жібекпен жәнегі не жасайтын, жібекпен бір-біріне жәнегі біз ақшамен перевод жасаймыз ғой бір-бірімізге, олар жібектерді бір-біріне жәнегі беріп отырған екен. Өйткені жібек деген мата ол уақытта жәнегі тек қана Қытайда ғана жасалады, и ол жәнегі өте қымбат болып тұр. Себебі ол жазда салқын ұстап тұрады, и суық кезде дененің жылуын ұстап тұрады. Сол себептен өте қымбат болған. Жәнегі мына нені, жібекті кезінде Қытай патшалары олар парсы елдеріне жіберген, түркі қағандарына жіберген екен, сыйлық ретінде жіберген. Өте маңызды материал болып тұр. Біздің заманымыздың 3 және 6 ғасырларының аралығында ұлы жібек жолы миссионерлік мақсатта пайдаланған екен. Миссионерлік мақсат дегеніміз ол не жалпы? Миссионерлік мақсат дегеніміз, яғни бұл жолды дін тарату мақсатында қолданған екен. Мысал ретінде Арабия жақтан, мысалы Орта Азия жерін айтатын болсақ, Арабия жақтан ислам діні келе бастаған, тоже осы ұлы жібек жолы арқылы. Одан кейін Қытай жерінен буддизм діні келе бастаған, Сирия жақтан қазақ даласына несториандық христиан бағыты, парсы жерінен зороастр діндері. Сөйтіп міне қарап отырсаңыздар, осы ұлы жібек жолы арқылы көптеген діндер біздің Орта Азия жеріне келген екен. Мысал ретінде қазір Қазақстан жерінде бірнеше маңызды қала бар, типа там Талхир деген қала бар, қазіргі Талғар. Сол жақта неше түрлі жәнегі буддизм ғибадатханалар табылған екен кезінде. Там Тараз жақта зороастр дінінің ғибадатханалары, несториандық христиан бағыттарының ғибадатханалары табылып отыр. Бұлардың бәрі жәнегі осы ұлы жібек жолының миссионерлік мақсатта пайдаланғанына байланысты болып тұр. Миссионер дегеніміз кім? Миссионер дегеніміз ол дін тарататын адам болып тұр. Так, мына комментарийда не болып отыр? Комментарийда ауа райы главный тема болып отыр ғой деймін. Бүгінгі күн көктем болды Шымкентте дейді. Так, құрметті оқушылар, ауа райын түсіндік, бәрі жылы. Кстати, қазір әлем бойынша, алдында мен бір статья оқығам, осы соңғы 125 мың жылдың ішінде, бірақ кім біліпті, кім санағанын оның, 125 мың жылдағы ең жылы температура осы қазір деп айтады, осы жыл деп отыр. Так что биыл жылы болады дейді. I'm from Талғар ағай дейді. Жақсы. Дін таратушылар, дұрыс айтасыздар. Дін таратушы это бізде миссионерлер. Зороастризм қандай дін? Қазір ол дінге жеке тоқтаймыз, потому что бізде діндер деген тақырып бар, ол жерде зороастризмді өтеміз. Жылын ұнатпаймын дейді. Күшті ғой жылы деген. Мен суықты ұнатпаймын. Так, жалғастырайық. Бізде Алматыда погода тоже жылы. Плюс 10 ба, 12 градус болды бүгін. Хотя уже декабрь скоро. Все, кеттік дальше. Ұлы жібек жолының құрылуына келейік, иә, жалпы бұл жол қалай құрылған? Жібек жолы біздің заманымыздан бұрынғы 2 ғасырда пайда болған. Егер біз прям датамен айтатын, жылмен айтатын болсақ, ол біздің заманымыздан бұрынғы 138 жыл. Негізі ұлы жібек жолы қалай қалыптасты? Осы уақытта Қытай жерінде император Уди деген кісі болған, иә, міне мына суреттегі кісі, мынау бізде император Уди. Император Уди, в общем, Джан Цянь деген кісі бар. Бұл кісіні өткенбіз біз мына ежелгі Қазақстан тарихында, мына үйсіндер, қаңлылар деген тақырыпта осы Джан Цянь туралы өткен болғанбыз. Өйткені бұл кісі үйсіндер, қаңлылар жайлы көптеген құнды деректер қалдырып кеткен. Одан бөлек еще дүние тарихын тапсыратын оқушылар болса, мына Бактрия деген мемлекет бар, солар туралы тоже Джан Цянь көп мәлімет қалдырып отыр.
Император Уди Джаньцянь бастаған елшілікті батыс елдеріне жібереді екен. То есть Қытайдан батыс елдері, Қытайдың батыс елдері ол біздің жағымыз болып тұр. Джаньцянь елшілігімен жаңағы алдымен там Индияға барады, одан кейін Ауғанстан жерінде болады, одан кейін Орта Азия жерінде болады. Ферғана даласында, Қазақ даласында болған көптеген құнды материалдар қалдырған. И Джаньцзянның елшілігі 13 жыл бойы саяхаттап жүрген екен. Сөйтіп 13 жыл өткеннен кейін ол Қытайға қайтып келеді. Қытайға қайтып келгеннен кейін император Уди ана Джаньцзянның әңгімелерінің бәрін тыңдайды. Тыңдағаннан кейін сол жаңағы елшілік жүрген жолдардың бәріне сауда керуендерін жібереді. Өйткені біледі мына жақта неше түрлі мемлекеттер бар екен. Еще бай мемлекеттер бар екен ол жерде. Сөйтіп жаңағы сауда керуендерін жібереді. Сөйтіп сауда керуендері біртіндеп жаңағы ұлы жібек жолын құра бастайды. Ең алғашқы, получается, ұлы жібек жолы ол как раз біздің Орта Азия жеріне қаратай бағытпен келген екен. Сонда қарап отырсаңыздар, ұлы жібек жолы нақты пайда болған жыл ол біздің заманымыздан бұрынғы 138 жыл шамамен. Осы уақытта император Уди Жанзянның елшілігінің жүрген жерлерімен сауда керуендерін жібереді екен. Кейін жаңағы ұлы жібек жолы үш тармақтан тұратын ірі континентаралық сауда саттық жолына айналады. Оның жаңағы үш тармағы деген, соның біреуі Қазақстан арқылы өтеді, біреуі жаңағы Ауғанстан жерлері арқылы өтеді, біреуі Индия жағы арқылы өтеді екен. Индиядан араб елдеріне, сөйтіп ары қаратай жаңағы Осман империясына жетеді де, ары қаратай Европаға тауарлар кетіп отырады. Нәтижесінде міне тарихтағы ең маңызды жолдардың бірі болып тұр. Так, жалғастырайық. Енді жібек жолының түркі кезеңіне келетін болсақ, жібек жолының тарихы жалпы 1000 жылға созылған екен, иә. 1000 жылға созылғандықтан кешіріңіздер, мен компьютерім қойып кетіп қойдым кішкене. Мен көрініп тұрмын, естіп тұрмын ба? Айтып жіберіңіздерші. Менде кішкене сбой болып қалды мына жерде. Все, норм болса кеттік, жалғастырайық онда. Так, енді жібек жолының түркі кезеңіне келетін болсақ, жалпы жібек жолы бізде жібек жолының тарихы 1000 жылға созылған екен, иә. Ол дегеніміз біздің заманымыздан бұрынғы 138 жылы бұл жол құрылды, и примерно 15 ғасырға дейін континентаралық ең маңызды жол болған екен. Нәтижесінде бұл жолды үш мемлекет өзінің бүкіл қарамағында ұстап отырған екен. Оның ішінде әрине түркі тілдес мемлекеттер болды. Оның негізгілері ол түрік қағанаты болып тұр. Түрік қағанаты өзінің гүлденген кезінде бүкіл ұлы жібек жолын өзінің қарамағына алған екен. Кейін олардың орнына Моңғол империясы келеді. Моңғол империясы енді ол Моңғол империясы, Моңғол тілдес мемлекеттер болған, басшылар болған, бірақ мемлекеттің жаңағы негізгі халқы ол түркі тілдестер болып тұр все равно. Сол себеппен оны түркі дәуіріне жатқызамыз. И үшіншісі ол Әмір Темір мемлекеті. Әмір Темір мемлекеті тоже жаңағы ең ауқатты кезінде ұлы жібек жолының негізгі тармақтарын өзінің қолында ұстап отырды екен. Кейін Осман империясы болды, бірақ Осман империясы бүкіл ұлы жібек жолын өз қарамағында ұстаған жоқ, бірақ маңызды бір бағытын ұстап отырды Осман империясы. И сол османдар үшін ұлы жібек жолы как раз таки құртылады, құлдырайды. Оның құлдырауына келгенде айтамыз. Не себеппен там кімдер? Османдар чем замешаны? Так, не отыр комментарийді.
Так, енді қазақ жібек жолының бойындағы қалаларға келетін болсақ, ұлы жібек жолының бойындағы қалалар олар өте бай, мәдени тұрғыдан мықты, экономикалық тұрғыдан мықты және де ғылыми тұрғыдан мықты қалалар болған. Не себеппен десеңіздер, өйткені енді қалаларда постоянно сауда керуендері, сауда саттық жүріп жатқандықтан бұл қалалар негізі өте маңызды болып тұр. И және де, конечно, бай болып тұр, потому что сауда саттық постоянно жүріп отырады, жан жақтан әлемнің түкпір-түкпірінен товарлар келіп отырады. Осы ұлы жібек жолының бойындағы қалаларда мықты-мықты ғұламалар туған екен. Мысал ретінде оның ішіне біз жатқызамыз Абу Насыр әл Фараби бар. Ол кісі Васидж деген ауылда туған, қазіргі ненің қасында, қазіргі отырар қаласының маңында туып тұр, иә. Одан кейін Авиценна деген ғалым бар, немесе оны біз Ибн Сина деп айтамыз, европалықтар оны Авиценна деп атайды. И еще Абу Райхан аль Бируни бар. Осындай мықты-мықты ғұламалар, тек қана бұлар емес, одан көп олардың Махмуд Қашқари, Жүсіп Баласағуни, Дулати деп кете береді. Олардың бәрі как раз таки осы ұлы жібек жолының бойындағы қалаларда туып өсіп білім алған тұлғалар екен. Сол себеппен именно Орта Азия жерінде, Орта Азия жеріндегі ұлы жібек жолының бойындағы қалалар өте маңызды болған. Француздың жәнегі нелері бар, орта ғасырлық саяхатшылар бар, солардың деректері сақталған екен. Олар Самарқанд қаласы туралы қандай пікір жазған. Олар бүйтіп айтады: Самарқанд қаласының қасында Париж, ол как ауыл сияқты деп айтқан екен. Қанша есе кішкентай, мындай какой-то бір провинциальный городок деп айтады. Ал Самарқанд болса, ол прямо андай дамыған қалалардың бірі деп тұрған екен. То есть сол уақытта, получается, Орта Азия жерінде, именно қазіргі Қазақстанның оңтүстігі мен Өзбекстанның жеріндегі қалалар, плюс еще Иран жеріндегі қалалар, олар әлемнің ең главный қалаларының қатарында болған екен. Ағай Әбілқайыр қай хандықты басып алды дейді. Әбілқайыр хан, егер біз көшпелі өзбек мемлекетінің ханы туралы айтып отыратын болсақ, онда ол ең алғашымен нені басып алған? Сібір хандығын басып алған. Кейін Әмір Темірдің мемлекеттеріне шабуыл жасайды, бірақ оны толықтай басып алмайды, тек қана бірнеше қаласын ғана алған екен. Енді қазақ даласындағы ұлы жібек жолының тармақтарына келетін болсақ, жалпы қазақ даласында ұлы жібек жолы ол үш тармақтан құрылған екен. Оның біріншісі ол жәнегі негізгі қазақ даласына кіруі, ол мына жерден кіретін. Яғни мынау жоңғар қақпасы деп аталады. Қытайдан келеді де, бүйтіп келеді де, мынау жоңғар қақпасы арқылы қазақ даласына кіреді. Бұл ұлы жібек жолының негізгі бағыты болып тұр. Одан кейін осы Қазақстан даласына кіргеннен кейін ол үш бағытқа кетеді. Біріншісі ол солтүстік шығыс бағыты, яғни былай Сібір жаққа қаратай кеткен. Одан кейін екіншісі ол оңтүстік батыс бағыты, былай кетіп отыр, иә. И үшіншісі ол орталық тармағы бүйтеді де бүйтіп кетіп қалады, міне. Бұл бізде жәнегі ұлы жібек жолының негізгі Қазақстан жеріндегі тармақтары болып тұр. Солтүстік шығыс бағытын алатын болсақ, оның жерінде Айнабұлақ, Хантау және Құлан деген бекіністер бар екен. Бұлардың бәрі Қазақстанның жәнегі солтүстік шығыс бағытына қаратай баратын тармақтар болып тұр. Осы тармақ арқылы Сібір халықтарымен жәнегі сауда саттыққа түскен екен. Одан кейін оңтүстік батыс бағытының бойында Тараз, Алматы және Жаркент деген маңызды қалалар болды. И міне, то есть, получается, осы жерден арқылы өтеді де, сөйтіп ол Каспий теңізінің оңтүстігінен сөйтіп Персия жеріне кетеді де, анау османдардың жеріне, Турцияның жеріне жеткен екен. И орталық бағыты бар. Орталық бағытындағы маңызды бекіністер, қалалар, олар Сығанақ және Ақсүмбе болып тұр. Яғни орталық бағыт арқылы Сығанаққа жетеді де, и Қара теңізге қаратай кеткен екен. Бұл міне Қазақстан жеріндегі ұлы жібек жолының негізгі үш тармағы. Түсінікті, иә, бұлар бойынша? Ағай, Самарқанд қай қалаға жатады? Самарқанд қазір Самарқанд. Ағай, озвучить етіп жіберіңізші, армия VIP 4+ қалдырамыз еді. Армия VIP 4+ қалдырамыз. Содан кейін мен комментариімді мына жерден фут жасайсыңдар. Фут. Так, ондай жауап жоқ. Там есть Хиуа, Қоқан, Иран, Хорезм дейді. Так,
Сұрағыңыз қандай еді сіздің? Әбілхайыр хан туралы болды ма сұрақ? Так, қараңыздар, Әбілхайыр хан кезінде көшпелі өзбек мемлекетінің хиуа, қоқан деген хандықтар жоқ, әлі ондай хандықтар. А, мына сұрақ, білмеймін, мына сұрақты қарау керек дұрыстап. Или ол қазір кіші жүздің Әбілхайыр ма? Кіші жүздің Әбілхайыр ханы болса, онда ол бөлек. Самарқанд, Өзбекстандағы Самарқанд, иә. Так, жалғастырайық. Енді қазақ жеріндегі ұлы жібек жолының бойындағы маңызды қалаларға тоқтайтын болсақ, қандай қалалар болды? Мысал ретінде Тараз және Испиджаб қалалары, олар Қазақстан жеріндегі сауданың басты орталықтары болған. То есть сауданың басты орталықтары вот именно Тараз және Испиджаб қаласында. Еще Тараз қаласын көпестер қаласы деп атаған. Өйткені бұл жерде негізгі сауда айналымы осы қалалар арқылы өткен екен. Одан кейін Васидж деген қала бар. Васидж ол жаңағы айтып тұрған ол қала және де кішкентай бір ауыл ретінде болған. Ол әл фараби туған қала. Бұл жаңағы Васидж арқылы Сырдария бойындағы қала, ой осыдан отырарға қаратай керуен бар екен. Осы жаңағы қала арқылы. Тағы да Испиджаб, Тараз, Баласағұн қалалары бар. Бұл жерден тек қана уже сауда саттық емес, ал дін туралы айтамыз бұл жерде. Осы қалаларда Тараз, Испиджаб, Баласағұн қаласында әртүрлі діндердің ғибадатханалары табылған екен. Ғибадатхана дегеніміз ол құдайға табынатын жерлері. Оның ішінде қандай ғибадатханалар бар? Ислам дінінің, Будда дінінің және христиан діндерінің. Осындай жаңағы ғибадатханалар осы үш қаладан табылып отыр. И Испиджаб қаласынан Ұлы Жібек жолы екі тармаққа бөлінеді де, біреуі жаңағы Каспий теңізінің оңтүстік арқылы Иран жаққа кетеді, Ираннан қаратай Турцияға кетіп қалады. Біреуі Каспий теңізінің жоғарғы жағы арқылы ана славян елдерімен жаңағы славян елдерінің жерлері арқылы өтеді, Кавказ арқылы өтеді де Қара теңізге жеткен екен. Міне мынау Қазақстан жеріндегі Ұлы Жібек жолының бойындағы маңызды қалалар болып тұр. Бұның списогі, толық списогі сіздерге үй жұмысында беріледі, оның ішінде өте көп қала бар, бәрін жаттаймыз. Так, мағанша сол сұрақ келеді еділ қалмақтар батыс солтүстік сосын хиуаны Өзбекстан жаққа белгіледі ме дұрыс шыққан дейді. Мынау несі ғой, контекстный сұрақ қой, анау үлкен сұрақ. Оны толықтай оқу керек, мен потому что түсінбей тұрмын мына сұрақты. Мешіт емес па дейді. Мешіт, мұсылмандарда мешіт, христиандарда ол церковь, шіркеу, буддистерде ол храм, бірақ олардың бәрін біз общий ғибадатхана деп атаймыз. Әл фараби фараб қаласынан емес пе деді. Әл фараби фараб қаласы болғанда фараб өңірі деп аталған. Отырардың және отырар қаласы тұрған жер фараб өңірі деп аталған. Бірақ ол жерде отырардың бұрынғы аты тоже фараб деп аталған. Но әл фараби именно өзі фарабтан емес, ол именно Васич деген жерден. Ол тура отырардың қаласында бір кішкентай ауыл болған. Кішігірім ауыл сияқты қала. Сол жерден шыққан. Иә, почти контекст, но карта берілген. Ну, картасын оқу керек, мана Әбілқайыр, қай Әбілқайыр хан туралы түсініксіз. Қалмақтар десе, ол кімдер емес, ол көшпелі өзбектің Әбілқайыр емес. Ол уақытта қалмақтар әлі жоқ. Қалмақтар жоқ дегенде қалмақтар бар, просто мына не жақта, еділ жақта жоқ олар. Так, жалғастырайық. Мына жерде суретке түсіріп, суретке, скрин жасап алыңыздар. Ұлы жібек жолының құлдырауы дегенде скрин жасап алыңыздар, құрметті оқушылар. Скрин. Ұлы жібек жолы қалай құлдырады? Скрин етіп алыңыздар. Так, не отырыңдар? Ағай, менің сұрағымды оқыңызшы. Ағай, сұрағымды оқыңызшы. Қандай сұрақтарыңыз? Мен комментарийдің ішінен жоғалып кеттім, мен таба алмай тұрмын.
Так, скрин жасап алыңыздар. Ұлы жібек жолының құлдырауы деген тақырыпта. Қазір ұлы жібек жолының құлдырауы туралы айтып кетеміз. Жалпы не себеппен құлдырап кетті бұл? Жібек жолы 15-16 ғасырларда түпкілікті құлдырады. Оның бірден бір себебі ол жаңа теңіз жолдарының ашылуы екен. Яғни мынау негізгі міне себеп болып тұр. Неге теңіз жолдары ашылды жалпы вообще? Не себеппен ашылды? Мен бағана айтып кеттім, Осман империясының бұған қатысы бар деп. Осман империясы олар негізгі жәнегі ұлы жібек жолының тармақтарын, Европаға баратын тармақтарын өзінің қарамағында ұстап тұрғандықтан, олар примерно былай айтады, тем более Константинополь қаласын алғаннан кейін. Өйткені ұлы жібек жолы бүйтіп барады да, қазіргі Стамбулға барады, Стамбулдан ары қарата Европаға кетеді, иә. И сол кезде жаңағы сұлтандар бүйтіп айтады екен. Мына қаншама керуендер кетіп жатыр, олар бізге кішігірім салық қалдырады, и ары қарата Европаға кетіп қалады дейді. Давайте біз оларға салықты көбейтейік. Өйткені жаңағы керуендер по-любому біздің жеріміз арқылы өтеді, по-любому төлеу керек болады дейді. Сөйтіп Осман сұлтаны барады да жаңағы ұлы жібек жолындағы сауда саттықты именно Турция жеріне өткен кезде сол сауда саттықты барып көтеріп тастайды. Әрине ол дегеніміз Европа халықтарына ұнаған жоқ, өйткені тауардың бағасы одан сайын өсіп кетеді. Мысал ретінде ол былай жұмыс істейді. Допустим, бір Индия жерінен, например, карри деген приправа бар, иә, соны Европаға апарып жатыр ол приправаны. Ол приправаны апара жатқан кезде, пример, ол там 100 теңге тұрсын, иә. 100 теңге тұрады оның бағасы. Оны жаңағы саудагер, который жаңағы Индия жерінде оны сатып алады, иә, килограммын 100 теңгеге сатып алады. Потом ол жаңағы оның үстіне жолын қосады, оның үстіне өзінің еңбегін қосады, сөйтіп ол 200 теңге болып кетеді Европаға жеткенше. Бірақ еще османдарға салық төлеу керек. Османдарға салық төлегеннен кейін ол кісі оның бағасын тағы да баға қосады. Например, уже 200 емес, ол 250 болып кетеді. Оны жаңағы османдардың жерінен өткеннен кейін Европаның саудагерлеріне оны 250 теңгеге сатып жібереді. Европаның саудагерлері оны 250 теңгеге сатып алады да, ары қарата енді олар тағы да үстінен пайда теу керек қой. Европа саудагер дегеніміз оның ішінде именно Венеция мен Генуяның көпестері болған екен. Солар барады да үстінен тағы да ақша қосады да, и оны уже 250 емес, оны 400 теңгеге барады да Европа елдеріне сатады. Сонда қарап отырсаңыз, ана османдардың жаңағы қосқан салығы уже ана тауардың бағасын қатты көтеріп тастады. Нәтижесінде әрине Европа халқы үшін уже келіп жатқан тауарлар өте қымбат болып тұр, тиімсіз болып тұр, бірақ сауда саттық жасау керек. Не істейді? Олар барады да жаңа жолдар іздей бастайды. Ол жаңа жолдардың бірінде, например, Христофор Колумб болған. Ол кісі, енді ол уақытта жер шар тәрізді екенін уже біліп отыр, и Христофор Колумб бүйтіп айтады. Олар жаңағы Америка құрлығы болғаны туралы білген жоқ. И олар бүйтіп айтады, жаңағы біз Атлант мұхитын және кесіп өтетін болсақ, онда біз Индияға жаңағы батыс жағалауына бірақ жетеміз деп есептейді. Сөйтіп ол сол жаққа қаратай кетеді, нәтижесінде байқаусыздай Американы ашып қояды, иә. Одан бөлек 1998 жылы, например, Васко да Гаманың саяхаты бар. Васко да Гама, португалдық саяхатшы, ол кісі Индияға жаңағы Африканы кесіп өтпекші болады. Негізі бұрында жаңағы европалықтар Африканың мына жеріне дейін жеткен, мыс доброй надежды деп аталады, осы жерге дейін жетеді, бірақ осы жақтан кетіп қалады. Өйткені мына мүйісті географиядан білеміз ғой не екенін, мынау жаңағы материк немесе аралдардың үшкірленген жерлерінде ағын өте қатты болады. Өйткені ағын ағып жатқаннан кейін корабльдерге өте қиын болып тұр. Сөйтіп европейстер осы неге дейін ғана жетіп отырған, Африканың осы жеріне дейін ғана. Васко да Гама болса бірінші рет жаңағы Африканы толықтай өткен, міне қызыл жолмен кеткен. И потом жаңағы Сомали арқылы өтеді де, сөйтіп Калькуттаға жетеді. Сөйтіп ол кісі неге Европамен сауда саттықтың жаңа көзін ашады. И осыдан кейін уже полностью европейцтер кеме сауда арқылы жаңағы Азияға жетіп отырған екен. Плюс еще ар жақта байқаусызда Америка ашылып қалыпты. Сол Америкамен тоже кәдімгі жаңағы тауарларын алып кетіп отырды Америкадан. Там ішінде какао бар, кофе бар, темекі бар, картошка бар, одан кейін кукуруза бар, сол жақтың бәрін алып келіп отырады. Әрине сол үшін ұлы жібек жолы құлдырайды. Өйткені біріншіден теңіз арқылы тезірек болған сауда саттық жасауға, и плюс еще ешқандай нелер жоқ. Мына жақта міне османдарға салық төлемейді ешқандай, нәтижесінде тауардың бағасы қатты өспейді. И, конечно, бұл европейстарға өте тиімді болды. И сол себеппен олар Африканы бүйтіп айналып отырып, жаңағы біріншіден сауда керуендерінің жолдары қысқарды намного. Мысал ретінде бұрында там 4-5 ай жүретін болса, қазір уже 2 айдың ішінде ғана жетіп отырады. И вот сөйтіп жаңағы ұлы жібек жолы құлдырауға түседі екен. Яғни ұлы жібек жолының құлдырауының бірден бір себепкерлері это как раз таки Осман империясын айтсақ болады. Өйткені Осман империясы салықты көбейтіп жібергеннен кейін Венеция мен Генуя тоже құлдырады.
құлдырайды, өйткені олар негізі Осман империясы арқылы сауда саттық жасаған. И осы уақытта португалдықтар мен испандықтар алға шыға бастайды Европада, потому что олар теңіз жәнегі державаларына айналады да басқа елдермен, Азия елдерімен теңіз арқылы сауда саттық жүргізе бастаған екен. Міне осы бізде ә, ұлы жібек жолының құлдырауының негізгі себептері болып тұр. Өте қызықты қарап отырсаңыздар. Сонда не ғой андай эффект бабочки дегенді білесіздер ма? Эффект бабочки дегеніміз анау типа бір жерде бір көбелек қанаттарымен бүйтіп неткен кезде, қанаттарын бүйтіп жайған кезде басқа жақта бір төңкеріс болып жатады, например. Эффект бабочки типа бір нәрсе болғаннан кейін ол бір нәрсеге влиять етеді, ол нәрсе екіншіге, үшіншісі, төртінші, бесіншіге сөйтіп сөйтіп кете береді де, и жәнегі әлемде бүкіл өзгерістер енгізіп отыр. Сонда қарап отырсаңыздар, Османның бір сұлтаны давай салық көтерейік дегеннің нәтижесінде Америка ашылып кетті, одан кейін жәнегі Европа алдыға шыға бастады, плюс еще Европада кеме жасау ісі дамып кетеді ары қаратай. Неше түрлі мықты кімдер шығады. Мына ұлы географиялық ашылулардың заманына алып келген как раз таки осы Осман сұлтанының салықты көбейтуі болып тұр. Так, люблю географию дейді. Географияны мен де жақсы көремін. Так, не дейді, ұлы жібек жолы ЮНЕСКО 2014-1987 айырмашылығы неде ағай дейді. Вообще түсінген жоқпын. Причем ұлы жібек жолыны ЮНЕСКО қорғауға алған кейбір тармақтарын. Типа бұл андай маңызды не деп тұр. Плюс еще қазір ұлы жібек жолы дегенді бізде қайтадан жаңартып жатыр. Батыс Қытай, Шығыс Европа деген. Ол андай нелер, трубалар, магистральный труба о жақтан жәнегі мұнай немесе газ жіберуге. И плюс еще қазір Қазақстан арқылы батыс Қытай, Шығыс Европа деген жол, магистраль бар еще. Ол кәдімгі жәнегі машиналар жүретін магистраль. Вот жазып тұрсаңыз, как раз магистраль бар ғой, қазір магистраль бар ғой, да, батыс Қытай, батыс Европа қойылды. Барлығын әсер етті. Иә. Осман сұлтаны кім болды бұл кезде? Точно есімде жоқ, но Мехмет, екінші Мехметтен кейінгі сұлтан, бірақ білмеймін. Точно аты есімде жоқ. Бір затқа себепші. Мен алдын сабақта помните айтқам, қазақ хандығы құрылуының өзі тоже бірнеше мемлекеттің құрылуына тікелей ықпалын тигізді деп. Тура сол сияқты міне история өзі солай, мемлекеттер бір-бірімен байланысты болып тұрады, и бәрі бір-бірімен жәнегі взаимосвязаны болып тұр. Яғни Осман сұлтаны жақта салықты көбейтіп жіберді, европалықтар жаңа жолдар іздей бастады. Жаңа жолдардың іздеуінің нәтижесінде олар барып та Американы ашып жіберді, жаңа жолдарды ашып жіберді, Австралияның ашылуына ықпалын тигізді. Енді діндерге көшейік. Діндер деген кішігірім тақырып бізде. Қазақстан жерінде тараған діндерге тоқтайық. Қандай діндер болды қазақ даласында? Так. Ағай, әдейі істеп отырсыз ба? Именно менің сұрағымды оқымай еді. Мен көп, мына жерде комментарийлер көп болғаннан кейін нетіп отырмын, көрмей отырмын. Мне жазып жатқан. Так, давайте жалғастырайық. Енді Зороастр діні, діндерге діндер не дейді бізде? Діндер мына ұлы жібек жолының бойында көптеген діндер тарай бастаған, иә. И осы діндердің ішінде бізде қазақ даласында Зороастр діні болған. Зороастр дінінің негізгі пайда болған жері ол Иран, яғни Парсы жерінде қалыптасқан екен. Кстати, тарихтағы ең алғашқы монотеистік дін осы Зороастр діні болып есептеледі. Негізі біз енді діндерге ғылыми тұрғыдан қарайтын болсақ, діндер бізде екіге бөлінеді, иә. Екіге ол қалай, монотеистік діндер және политеистік діндер деп. Политеизм дегеніміз олар бұрынғы көп құдайға табынушылық болды ғой. Мысал ретінде гректерде неше түрлі Зевс, Посейдон, Аид деген түрлі құдайлар болған, иә. Или Египетті алатын болсақ, ол жақта тоже Анубис, Исида деген тоже неше түрлі құдайлар бар. Ол бізде политеистік діндер, яғни көп құдайға табыну, политеизм. Монотеизм деген сол бір құдайға табыну. Жалпы жәнегі Иран жерінде ең алғашқы
монотеистік дін осы жерде қалыптасады екен. И ол дінді біз зороастр діні деп атаймыз. Зороастр дінінің негізгі ілімі ол жақсылық пен жамандықтың арасындағы күрес. Негізі қарап отырсаңыздар, христиан дінінде алатын болсақ және ислам дінінде алатын болсақ, зороастр дінінде бәрі бір бірімен ұқсас келіп тұр, потому что ол жерде адамның ішкі және жамандығы мен жақсылығының арасындағы күрес болып тұр. Ислам дінінде, например, анау не деген бар, иә, джихад деген бар, ішкі джихад. То есть сен ішкі жәнегі дүниеңде мына жамандықпен күресіп отырасың дейді үнемі. Вот міне мынау бізде зороастр дінінің бастамасы солай болған ең алғашында. И бұл тарихтағы ғылыми тұрғыдан ең алғашқы монотеистік дін. И бұл қазақ жерінде кеңінен тараған болған екен кезінде. Көбінесе именно оңтүстік Қазақстан жерінде, мына Сырдария бойында, мына батыс Қазақстан жерлерінде зороастр діні кеңінен тарап, олардың ғибадатханалары тоже табылған екен. Так, қойынышы үлбінің сұрағының астында тұрды ғой дейді. Көрген жоқпын. Ол сенде басқаша, қайда басқаша болып тұрады дейді. Кстати, иә, менде бәрі бүйтіп алмасып қаша болып жатады мына жақта. Так, даластырайық енді. Келесі бізде христиан дінінің несториандық бағытына келейік. Жалпы христиан дінінің несториандық бағыты. Қазақ даласында, не только қазақ даласында, Монғолия жерінде, Орта Азия жерінде кезінде 7-8 ғасырлардан бастап христиан діні кеңінен тарай бастаған екен. Бірақ христиан деген кезде ол қазіргі мынау православия, орыстардың, иә, немесе Европадағы католик, протестант деген сияқты христиан діні емес, ол кішкене бөлек бағыты болған. Несториандық бағыт деп. Несториандық бағыттың негізін қалаған кісі ол жәнегі бір христиандық не болған, священник, иә, оны Нестор деген кісі болған, Сирия жерінде тұрған ол кісі. И ол кісі жәнегі христиандардың қасиетті кітабы Библияны жәнегі өзінің жәнегі нелерін, ну как бы өзінің пікірлерін жазады соның ішіне, сөйтіп өзінің бір бағытын шығарады екен. Ол негізі христиан діні, бірақ кішкене жәнегі құдайға табынулары кішкене өзгеше болып тұр екен. Сөйтіп осы христиан дінінің несториандық бағыты именно Орта Азия жерінде, Қазақ даласында және Монғолия жерінде кеңінен тарай бастаған екен. Оны көптеген түркі және моңғол тілдес халықтар, плюс еще парсы тілдес халықтар да бар, ұстанған. Мысал ретінде, если біз жәнегі түркі тілдес халықтарды айтатын болсақ, оның ішінде наймандар кіреді, керейлер кіреді, одан бөлек тағы да біраз ұлттар бар. Моңғол тілдес, например, меркіттер тоже христиан дінінде болған, несториандық бағытта. Және де мысалға Иран тілдес халықтардың ішінде соғдылар, хорезмдіктерді айтсақ болады. Олардың бәрі кезінде міне осы несториандық христиан бағытын ұстанған екен. Мысал ретінде қазіргі оңтүстік шығыс Қазақстан жерінен, Монғолия жерінен және шығыс Түркістан жерлерінен христиан дінінің жәнегі несториандық нелері, құлпытастары табылып жатыр. Ол жерде кәдімгідей кресттің суреттері бар, ол жерде жәнегі мынау какой-то христиан дінінің уағыздары сол жерде сондай тастарда жазылған екен. И оны қазір археологтар тауып жатыр. Получается, сонда біздің жерімізде осы именно діндер кеңінен тарап жатты. Кім есімізде, иә? Күшлік хан есімізде ғой. Күшлік хан не істеді? Ол кісі жәнегі христиан болған и Жетісу жеріне келеді де жергілікті мұсылман халықты қанаған өте қатты. Жәнегі мешіттерін қиратқан, имамдарын өлтірген, потому что ол кісі христиан болған. Міне осындай. Жетісуда, иә, Жетісуда. Енді келесіне көшейік, буддизм дініне көшейік. Буддизм діні тоже Қазақстан даласында тараған болған. Бұл дінді тоже жәнегі жібек жолы арқылы миссионерлер Қазақ даласына алып келген екен. Мысал ретінде Будда ғибадатханалары
тараз, талғар, бағана айтып кеткеніміз талкиіз деп аталған, навакет және суяб деген қалалардан табылған. Бірақ суяб енді ол қазақ даласында емес, ол Қырғызстанның жерінде, но енді Орта Азия, жетісу жері деп айтсақ болады. Осы жерлерінде кезінде будданың ғибадатханалары табылған екен. И будда миссионерлері Таңбалы таста, осы Алматы қаласының маңында, Қапшағай жақта Таңбалы тас деген жер бар. Жәнегі Іле өзенінің бойында. Сол Таңбалы таста Будданың көптеген, там, по-моему, где-то бір 100-ден астам Будданың бейнесін салып кеткен екен. Мына бір суретті қарасаңыздар, мына сурет көрініп тұр ғой сіздерге, иә? Мына сурет бізде Будданың суреттері екен. Будданың суреттері, бұны буддизм дінінің ұстанатын миссионерлер Таңбалы тас жерінде қалдырып кетеді екен. Бізде бүкіл діндер болып тұр дейді. Иә, біздің жерімізде көптеген діндер тараған кезінде, өте көп діндер тараған. Жәнегі мына буддизм бар, зороастр бар, несториандық діндер бар. Одан бөлек даже қазақтың даласында кезінде иудей діні де болған. Өйткені Хазар қағанат деген болған орта ғасырларда. Хазар қағанатының бір бөлігі Қазақстанның батысы мен солтүстік батыс жерін қамтып жатқан біраз уақыт бойы. Ал хазарлықтар, олар түркі тілдес халықтар, бірақ олар иудей болған. Иудей это қазіргі еврейлердің діні. Атеист деп бар. Атеизм деген ол дін емес. Так, Новокент қай жерде болған? Новокент это бізде оңтүстік Қазақстан жерінде примерно. Пілге кімдер табынады? Пілге ешкім табынбайды. Пілді просто қасиетті, қадірлі қылып санайды. Ол индуизм дінінің өкілдері. Типа бізде мысалға там тоже біздің өзіміздің қазақ дәстүрінде тоже андай не бар ғой, тотемный животныйлар бар, иә? Например, ішінде кімдер? Қазақтар үшін типа қасқырлар, арқарлар, тотемный животные болып тұр. Индияда то же самое. Қанша слайд қалды дейді. Көп емес, бір 2-3 слайд қана қалды. Олар, кстати, үнділер пілге табынбайды, үнділер сиырға табынады. Енді көк тәңірге табынуға келетін болсақ. Мына сурет қазіргі заманда салынған секілді ғой, ешқандай бүлінбеген дейді. Хотя мына суреттерге уже почти 1000 жылдан асты. 1000-1000 жыл болды. Мен мына суреттерді, кстати, өз көзіммен көргем. Таңбалы тасқа барған кезде прям күшті. Бүйтіп ұстасаңыздар, прям ұсталынады суреттер. 3D картинки. Индияда сиыр етін жемейді. Конечно, сиыр, потому что оларда қасиетті жануар болып есептеледі. Так, ең лас жері ғой дейді. Ну, смотря, да. Адам көп, потому что ол жақта. Адам өте көп болғаннан кейін, конечно, лас болады. Алматы қаласын алатын болсақ, мына Зеленый базар жақта алатын болсақ, ол жақта адам көп болғаннан кейін, ол жақта тоже лас болып тұр. Алматыда Тастақ бар, Тастақта тоже адам көп жүреді, тоже лас. Барахолка жақта адам көп, тоже лас. Адам қай жерде көп, сол жерде лас болады, өкінішке орай. Особенно егер жәнегі воспитание болмаса. Бітті маса, жоқ, біткен жоқ әлі. Ағай, ақшаның новый түрі ұнады ма дейді. Ақшаның новый түрі мен бір көзбен көріп шықтым, неткен жоқпын. Түсінбедім оны до конца. Так, дальше кеттік енді. Көк тәңірге табынушылыққа келейік. Бұл келесі дініміз қазақ даласындағы жалпы түркі және моңғол тілдес халықтардың негізгі жәнегі төл діні болып есептеліп тұр. Көк тәңірге табыну, немесе оны қазір тенгрианство деп атайды орысша. Бұл сенім бойынша негізгі құдайы көк тәңір, то есть аспанның құдайы. Көк ол бізде типа аспан негізгі құдай болып тұр. Түркі және моңғол тілдес халықтардан. Одан бөлек тағы да жер су мен ұмай анаға табынады. Жер су дегеніміз ол жер мен судың типа рухы, құдайы деп айтсақ болады. И ұмай ана ол жәнегі отбасына шапағатын тигізеді деп есептелген бір жәнегі құдайлардың бірі болып тұр. Типа құдай, рух сияқты. Вот міне мынау бізде көк тәңірге табынушылық. Бұл түркі тілдес халықтардың ежелден бері келе жатқан жәнегі діни түсініктері болып тұр. Көк тәңірге табынушылық вообще сақ дәуірінен басталады. Темір дәуірінен басталған, сол уақыттан бастап көшпелілер көкке табынған, аспанға табынған. Потому что олар көшіп қонып жүрген кезде түнде аспанды ғана көреді, аспанды еще күшті қылып көреді олар. Постоянно. Сол себеппен аспанды қасиетті деп есептеген екен. Бұл дінге
шамандық отқа табынуды тән. Себебі ол жерде мысалға түркі тайпалар кейбіреулер олар адам өлген кезде оларды өртеп жіберетін екен. Даже мысал ретінде біз түркі қағанатын алатын болсақ, оларда тоже отқа табынушылық болған, қағандардың тұсында отпен аластайтын адамдарды отпен тазартатын, өйткені от бүкіл адамның жаман энергиясын құртып тастайды деп есептеген екен. И жалпы қазіргі қазақтың көптеген салт дәстүрлерін алатын болсақ, олардың бәрі осы тәңірге табынушылықтан және де ата баба рухына табынушылықтан әлі күнге дейін келе жатыр. Оның ішінде көп, өте көп жәнегі нелер бар, дәстүрлер бар. Мысал ретінде беташар. Беташар ол осы заманнан келе жатқан жәнегі дәстүрлердің бірі. Тұсау кесу, одан кейін жәнегі үйді аластаймыз мысал ретінде, және қазақтар келеді де жаңа үйге келген кезде там аластайды. Сол бар, бақсылар болған мысал ретінде. Бұның бәрі вот сол заманнан келе жатқан наным сенімдер, дәстүрлер. Шелпек пісіру, например, тоже оттуда же. Көбісі мысал ретінде даже қазір біліп жатқан жоқ істеп жатқандарын, но оның бәрі осы баяғы заманнан қазақтарда қалыптасып келген діни наным сенімдер болып тұр. Так, не отыр мына жақта. Сиыр еті вкусно жеді. Любой ет вкусно, любой. Бүгінгі тақырып оңай болып жатыр дейді. Иә, бүгінгі тақырып оңай. Метте оқып жатқан индустар шошып кететін шығар, біз сиыр жегесін дейді. Олар өздері сиырды нечаянно жеп жүреді бұлар мына жақта. Кафеларда заказ береді де. Қытайлар шы дейді. Қытайлар не? Қытайлар туралы мен түсінбедім. Қытайлар. Аласта бар. Мынаның көбісі әлі күнге дейін бар. Аластауда, жәнегі беташарда мысалға. Оның бәрін дәстүр дейміз ғой. Вот дәстүрлердің бәрінің түбі, шығу түбі қайдан? Шығу түбі оның осы діни наным сенімдерден болып тұр, ежелгі діни наным сенімдерден. Ағай, например, қыз жүкте өлі аруаққа деп бірдеңе әкеліп жатады дейді. Потому что бізде аруақтарға жәнегі табыну ғұрпы баяғыдан бері сақталып қалған. Мысал ретінде қазір даже адамды шығарған кезде мұсылманша шығарады да, бірақ одан кейін жетісін береді, қырқын береді, там, жылдығын береді. Например, араб елдерінде ондай жоқ, потому что олардың дәстүрлері бөлек, біздің дәстүріміз совсем бөлек. Бұлар исламға қайшы ма дейді. Кейбіреулер қайшы, кейбіреулер қайшы емес. Осы әр нәрсеге табыну деген шірік, жаман күнә болады дейді. Шірік. Бұл дәстүрлер біздің жәнегі өзіміздің төл дәстүрлеріміз болып есептеледі, қазақтың. Дәстүр, қазақ дәстүрсіз қазақ болмайды, так что давайте дәстүрімізді ұмытпау керекпіз. Бізде әйтпесе уже анау нелер шығып жатыр ғой. Домбыра харам деген әңгімелер шығып жатыр. Енді ол вообще басқа сыймайтын нәрсе. Нағыз қазақ. Қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Так, жалғастырайық. Енді ислам дінінің таралуына келетін болсақ, иә, қазақ даласында ислам діні қалай тараған? Ислам діні қазақ даласына примерно 8 ғасырдан бастап келген. Осы уақытта жәнегі араб шапқыншылығы орын алған, өйткені олар мына араб халифаты құрылғаннан кейін жан жаққа тарай бастаған, мемлекеттің жер аумағын қысқа уақыттың ішінде өте үлкен жерлерді жаулап алған арабтар, иә. Соның ішіне біздің Орта Азия жерде кіріп отыр. Например, 737 мен 748 жылдардың аралығында Насыр ибн Сайяр деген қолбасшы болған, и ол жәнегі көптеген Орта Азия жеріндегі қалаларды басып алып та сол жақта мешіттер салдыра бастаған екен. Насыр ибн Сайярға қарсы мысал ретінде Түргеш қағанаты қарсы шыққан. Оның мықты қолбасшысы, оның ішінде кім бар? Жәнегі Сұлуқ қаған бар, иә, мысал ретінде. Жәнегі басқа да Қарлұқ қағандары бар, жәнегі Түргеш қағандары бар, жергілікті Орта Азия жеріндегі халықтар бар. Олардың бәрі осы Насыр ибн Сайяр мен оның бастаған әскеріне қарсы күрескен. Бірақ өкінішке орай жеңіліп қалады. Жеңілгеннен кейін олардың жәнегі Насыр ибн Сайяр осының қалаларды басып алғаннан кейін мешіттер салдыра бастайды, сөйтіп ислам дінін тарата бастаған екен. Кейін
751 жылы атлах шайқасы болады. Атлах шайқасы кезінде уже жергілікті түркі халықтар олар арабтармен бірігеді, өйткені жәнегі түркілердің баяғыдан бергі бір жауы бар, Қытай деген жау. И сол қытайлармен соғысқа барады. И бұл соғыста как раз таки жәнегі арабтар мен түркілер бірігеді де қытайларға соққы береді. И ол соққы бергеннен кейін қытайлар бір жолата қазақ даласынан кетіп қалады. Кетіп қалғаннан кейін ислам діні біртіндеп біртіндеп Орта Азия жеріне тарай бастайды екен. Бірақ толықтай тарап кеткен жоқ. Именно оңтүстік Қазақстан жерлерінде ислам дәстүрі кеңінен тарап кетеді. Бірақ бүкіл Қазақстан жері емес. Көбінесе именно Орта Азия жеріне кетеді. Ал бүкіл Қазақстан жеріне это уже кішкене кейінірек. Мына кімдердің тұсында? Алтын Орданың тұсында, Моғолстанның тұсында. Ағай, анау көк көз деген қайдан шыққан? Көк көз ана не ма, который? Оберег қой ол. Енді жалғастырайық ислам дінінің таралуы бойынша. Ислам діні кейін жаңағы Орта Азия жерінен кеңінен тарағаннан кейін 960 жылы Қарахандар мемлекетінің негізгі діні болып, мемлекеттік діні болып сайланады. Одан кейін 1312 жылы Алтын Орданың негізгі діні болады. И 1347 жылдан бастап Моғолстан жерінің негізгі діні ислам діні болып жарияланады екен. Мұхаммед Хайдар Дулатидің жазуы бойынша мына 1347 жылы Тоғылық темір ол кісі мынандай заң шығарады. Кімде кім басына чалма тақпайды, чалма деген арабтардың бас киімдері бар ғой, соны кім тақпайды, соның басын кесіп аламын деген екен. Типа ол намазға жығылу деген мағынада, то есть ислам дінін қабылдау мағынасында айтылған екен. Сонда бір күннің ішінде 160 мың адам ислам дінін қабылдаған дейді. Бұны Мұхаммед Хайдар Дулатидің жазбаларынан біз көріп отырмыз. Яғни ол жерде енді просто адамдардың бәрін заставить етіп тастаған. Қазақтың ағартушысы ғалымы Шоқан Уәлиханов ислам деген мақала жазған, үлкен мақала жазған ислам діні туралы. И ол Қазақстанның түкпір-түкпір жерлерінде болған ғой. И сөйтіп қазақтарды зерттеген. И ол кісі айтады екен, ислам діні 8 ғасырдан бастап қазақ даласына келгеніне қарамастан 19 ғасырға дейін қазақ халқының жүрек түкпіріне толықтай жеткен жоқ дейді. Өйткені қазақ даласында ислам дінімен қатар біздің өзіміздің ежелгі дәстүрлеріміз нетіп жүрген дәстүрлеріміз прям кеңінен тараған болған. Ол жерде бақсылар да болған. Қазақстарда бақсылар 20 ғасырдың басына дейін болды, совет үкіметі келгенге дейін. Бақсылық, например, ол ислам дініне прямой қарама-қарсы қарама қайшы келіп тұр. Одан бөлек неше түрлі дәстүрлеріміз бар. Олардың кейбірлері тоже ислам дініне қарама қайшы болып тұр. И осы туралы Шоқан Уәлиханов осындай пікір жазып кетеді екен. Так, міне осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тақырып, в принципе, жеңіл болды. Тақырып жеңіл болды и тақырып қызықты болды деп ойлаймын өзім. Сіздерге қалай, ұнады ма, бәрі түсінікті ма, не болды енді? Сау болыңыздар. Иә, тақырыбымыз оңай. Инстаграмға жазылып қойыңыздар, кім жазылған жоқ. Арасында қызықты ақпараттар қалдырып отырамын. Міне менің инстаграмым. И плюс еще егер сторисқа салсаңыздар, отметка жасаңыздар. Сау болыңыз, очаровашка дейді. Сау болыңыз. Аға, жаңағы көз қайдінен қалған дейді. Нақтысын білмеймін қайдінен екенін. Негізі ол көп дінде бар ғой, оберег деген нәрсе бар. Иә, түсінікті. Енді қазір сауаттылыққа
ымсыға матсауаттылыққа қояу жол жүрем дейді. Жақсы, Сұлтан, жолыңыз болсын матсауаттылыққа. Сау болыңыз, келесі кездескенше. Я, все, жақсы, давайте сау болыңыздар, құрметті оқушылар, келесі кездескенше. Даси. Ағай, бүгін өліп тестіге 100 сұрақ тапсырдым, мектептегі апайға 98% жаптым. Молодец, жақсы, өте жақсы. Все, давайте.